Жафар ибн Абу Талиб Нәжашидің алдына кіреді. Сонда Нәжаши былай деп сұрайды: сендер ойлап тапқан жаңа дін қандай дін? Жафар былай деп жауап береді: біз надандыққа белшеден батқан халық едік. Пұттарға табынатынбыз, өліксе малдың етін жейтінбіз, және арсыз істер жасайтынбыз. Туыстық байланысты үзетінбіз, көршілерімізге сыйламайтынбыз. Арамыздағы күштілі әлсіздерді езетін. Біз осы күйде өмір сүріп жатқанда Алла бізге өзінің елшісін жіберді. Ол өз арамыздағы бұрыннан белгілі адам еді. Ол өмірінде ешқашан өтірік айтпаған. Ол бізді жалғыз Аллаға құлшылық етуге және пұттарды тәрк етуге шақырды. Ол бізге сөйлеген кезде шындықты айтуды, уәдені орындауға, туыстық байланысты сақтауға, көршілерімізге жақсылық жасауға және барлық жамандықтан аулақ болуға бұйырды. Аллаға ғана құлшылық етіп, оған ешкімді серік қоспауымызға шақырды. Бірақ біздің халқымыз бізге қарсы шықты, азаптады және қайтадан пұттарға табынуға мәжбүрлеуге тырысты. Сондықтан біз сіздің еліңізге қоныс аудардық. Барлық билеушілердің ішінен сізді таңдадық, дейді. Нәжаши бұл сөздерден қатты әсерленеді. Міне, Жафар осылайша бұрынғы арабтардың хал жағдайы мен ислам келгелі олардың қай бағытқа өзгергендігін көрсетіп берді. Және мұсылманның қандай қасиеттерге ие болу керектігін бізге көрсетіп берді.